Сәлем достар, шаш тарауға байланысты бірнеше лайфхакпен бөліскім келіп тұр. Шаш жуғаннан кейін шашымызды бірден тарамай, оны алдымен кептіріп аламыз. Дәл қазір менің шашым ешқандай феннің көмегінсіз өзі кепті. Бұның бір кебуіне 5-6 сағаттай уақыт болды. Ең біріншіден шашты су күйінде тарауға болмайды. Себебі шаш су кезінде әлдеқайда әлсіз болады. Және байқасаңыздар, құрақ кезінде тарағаннан көрі дымқыл шашты, ылғал шашты тарағанда көбірек түседі. Ұзын шашты ұшынан бастап баптап тараймыз, ал қысқа шашты түбінен тарай беруге болады. Егер шашыңыз ұзын болатын болса, онда шашты көбірек алып, бірден тарайтын болсақ, тарау қиын болады және көбірек түсуі мүмкін. Сол себепті әсіресе басымызды жуғаннан кейін шашты бөлек-бөлек, ерінбей, жалықпай, мынандай мөлшерде бөліп алып тараған абзал болады. Бөліп алған күннің өзінде шашты ұшынан бастап тараймыз. Әрбір таралған, бөліп алған шашыңызды міне мен сияқты бір шетіне қарай шығарып отырсаңыздар болады. Не себепті жуғаннан кейін шашты осылай бөліп тараймыз? Себебі шаш жуғаннан кейін бір-біріне шатасады. Сонымен қатар, егер шашыңызды күріштің суымен жусаңыз және бальзам жағатын болсаңыз, онда шаштың шатасуы азаяды. Ең бастысы шашты баптап асықпай тарау керек.